байланысты мен негізі үйленбеген қызды қалағам, Диана ханым, шыны керек. Баласы болмаған деген сияқты. Бірақ та енді келіп тұрған соң танысайық. Өзіңіз туралы айтсаңыз, өзіңіз немен айналысасыз? Үйіңізде қанша адамсыз деген сияқты ғой? Мен жалғыз қызбын. Жалғыз. Қазір Алматыда базарда жұмыс істеймін. Сотовый аксессуарда. О, керемет. Ерасылды TikToktан көрдіңіз бе, Instagramнан көрдіңіз бе, біздің арнадан көрдіңіз бе? Бұрыннан қараймын негізі. Бұрыннан қарайсыз. TikToктан да көрем. Ал ажырасуыңыздың нақты себебін сұрасақ бола ма? Ата-анасы оның армияға кеткенін қалады ғой. Қалай? Армияға кеткенін қалады. Ол бала менен 1 жас кішкентай болды да. И армияға барып келуін қалады. Ал отбасылы болып? Отбасы. Оны қаламады ма? Жоқ. Демек сізді қаламады, қарсы болды ма сізге? Қарсы болғанда басында ешкім қарсы болған жоқ, бірақ үлкен әжесі армияға баруын қалады. Енді егер әскерге барып қайтса, сіз күтпейтін бе едіңіз? Мен айттым, күтемін деп, бірақ ата-анасы жоқ. Қаламады. Мүлдем түсініксіз жағдай екен негізі. Қызық, бірақ та енді мен армияға кетіп қалсам оған армияға кететін болсаң, мен... Ерасылдың сізге сұрағы бар екен. Мен армияға кетіп қалсам күтесіз ба мені? Күтем. Точно. Ол қаламады просто күткенімді. Ол неге қаламады? Ол жас бала болғаннан кейін әлі үлкен семейный жизньға дайын болған жоқ. Сонда сіздерде мүлдем неке, той, еш нәрсе болмады ма? Карантин болды кезде некелестік, бірақ тойға ол кезде рұқсат болған жоқ. Алып қашып кетті просто. Бірақ некелеріңізді қидыңыздар. Қанша жыл тұрдыңыздар бір-бірлеріңізбен? 3 ай. 3 ай? Балаңыз 3 жаста, е? 3-ке толады ноябрьде. Өте тез болып кетті. Енді қиын жағдай, бірақ негізі Диана ханым, не айтарын білмей қалдым шыны. Ал сіздің әскерге баратын ойыңыз бар ма? Жоқ. Онда неге ондай сұрақ? Мен әскерге барсам мені күтесің бе дейді? Жоқ, негізі айтып отырмын да, Диана ханым. Өзім бір сұрағым ретінде. Жоқ, барып қайтсаңызшы. Ау? Барып қайтыңыз әскерге. Барып қайтайын ба? Барып қайтып, кішкене өзіңіздің борышыңызды өтеп, сізді бір сілкіп алғанға жақсы мектеп болатын сияқты. Көреміз оны, Диана ханым, енді. Ойланыңыз, Ойланым. Аружан, немен айналысам дедіңіз? Сотовый аксессуарда продавец. Алып сату. Алып сатумен айналысады.